Алла Таала ұзақ өмірмен сыйласын. Бірақ ұзақ өмір жаратқанға жаққан өмір болсын. Аға, сколиозға ине массаж алсам, ораза бұзылады ма? Жоқ, бұзылмайды. Сапар бойынша оразаны қаза қылу деген жолға кеткен уақыт па, әлде жалпы барып келген қайтқанша уақыт па? Жоқ, сапарда ғана. Өткен жылдың оразасының қарызы бар еді, өтелмеген. Сонда да ораза ұстадым. Дұрыс па? Дұрыс, идеальный дұрыс қылдыңыз. Қабыл болсын. Пітір садақада деген не? Адамның бас амандығына, жан сауытына, оразаға аман жеткеніне берілетін, бай бақуатты адамдарға міндетті болған өмірінде бір рет берілетін, адамның басына 2 кило бидайдың есебінен жоғары қарай берілетін садақаны, міндетті болған садақаны, бұл уәжіп болған садақаны садақатул фитр деп айтады. Қайтқан адамдарға солардың атынан пітір садақа беруге болады ма? Нақты шариғатта рұқсат етілмейді. Яғни рұқсат етілмеген, айтылмаған. Өлген адамдарға, бірақ садақа беріп, өлген адамдарға дұға бағыштауға бола ма десе, ол басқа мәселе. Пітір деп емес, соларға сауабы жетсін деп өз атыңыздан бере беріңіз де, сол садақаны қайтыс болған атаңызға, анаңызға, бауырыңызға, қызыңызға ары қарай бағыштай бересіз. Менде сахар, ораза ұстауға бола ма? Дәрігермен кеңесіңіз, сахардың да түрі бар, состояниясы бар, жағдаяты бар. Ұйқы туралы тақырып қазір соңына айтамыз, бір сұрақ сауалдар тарқатып алайын деп тұрмыз. Ораза кезінде бетке уход жасауға, плазмотерапия, пилинг жасауға бола ма? Болады, оразаңыз бұзылмайды. Ғұсыл алғанда сабындау міндетті ма дейді? Жоқ, міндетті емес, өзіңіз білесіз. Закат садақа туралы түсінік айтып беріңізші. Закат садақа деген бай бақуатты адамдардың жылына бір рет берілетін міндетті болған садақалардың бірі. Зекет бай уақытты адамның дүниесін есептеп, байлық шеңберіне жеткен адам, және ол бір жыл өткеннен кейін сізге міндетті болып табылады. 2,5% дүниеңізден, артық дүниеңізден, өзіңіз қолданған үйіңізге, өзіңіз тұрған машинаңызға қанша миллион тұрса да зекет жүрмейді. Өзіңіз тұрған үйіңізге қолданудан тысқары, немесе оборот дейді, тижарат, яғни саудадағы малыңыздың есебінен 2,5% немесе 40-тан 1-ін төлейтін дүниені зекет деп айтады. Ұстаз, ауызашарда дастархан жайып, ауызашар дұғасын ұмытып тамақ жеп қойып дейді, іштен етпейді. Аспасын іштен етпейді. Шыдай мағасың ғой енді, іштен етпейді. Қиындау болады енді. Ал бірінші күн, екінші күн солай өз бит тұрасың, 2 минут қалды, 3 минут қалды, дегенде ашып қойыңыз мүмкін. Аузыңыздан шығып кетеді. Дәретсіз оразаны бекітуге болады ма? Болады. Рамазан айында қайтыс болса жәннатқа кіре ме? Жоқ, ондай үкім жоқ. Алла біледі. Рамазан айында Сергей Петрович те өліп қалуы мүмкін, Клара Дмитриевна де өліп қалуы мүмкін, оған қарамайды. Мұсылмандардың да әр түрісі бар. Узиге түсу, по-женски, оразаны бұзама. Негізі оразаның өзі, узидің өзі бұзбайды, манипуляциясы. Тек қана оның басына жасалған гель, яғни сондай нәрселер, су, ол нәрсе оразаны бұзады. Бірақ негізі дәрігердің тікелей осмотры оразаны бұзбайды. Клизма сияқты болатын болса, ораза бұзылады. Үтір намазын, тахаджуд намазынан кейін оқу керек па? Құптаннан кейін оқу керек па? Дейді. Егер сіз үтір намазында тахаджуд оқуын анық болатын болса, онда кейін оқығаныңыз жақсырақ. Егер тұра алмайтыныңыз болса, онда оқып тастай беріңіз, кейінде екінші тахаджудты оқи бересіз. Отбасы банктағы депозитқа салып жатқан ақша, зекет төлейтін шамаға келсе зекет төлейміз бе? Депозиттегі ақшаға зекет жүрмейді. Ол шариғат рұқсат бермеген дүние ол есептелгендіктен, одан зекеті жүрмейді. Оны есептеп, баяғыда біреу арақ шығарады екен, арақтың зекетін бердім деп айтып, сол сияқты адал дүниеге ғана зекет жүреді.
Дәретсіз ауыз ашуға бола ма? Дәретсіз ауыз бекітуге болады, ашуға болады. Дәрет міндетті емес. Арабша әліпбиді өздігімен үйрену мүмкін бе? Или ұстаздың ғана көмегімен дұрыс па? Практика жүзінде көзқарасыңыз. Практика жүзінде көзқарас емес, жалпы араби әріпті өздігінен оқып кететін адам 0,0 ғана пайыз болуы ықтимал. Яғни жоқтың қасы. Неге? Өйткені араб әрпінде еш жерде қайталанбайтын, дүниеде ешбір тілде жоқ лот деген сияқты әріптер бар. Деген әріптер бар. Бұны тек қана ұстаздың айтуымен, көрсетуімен, нұсқамалығымен ғана үйрене аласыз. Ал енді өздігінен жатып алып оқып кеткен адам хының бәрін бір хыменен, сының бәрін бірнеше сыны бір сыменен, зының бәрін бір зымен айдай береді. Соған біз ойлаймыз, ойбай күшті оқып жатыр екен деп ойлап қаласыз. 5 уақыт оқуға иманым әлсіз. Қалай оқуға болады? Нафил, тахаджуд оқи ма, сәреде құтпанды оқи ма дейді. Парызды оқығаныңыз абзалырақ, міндетті болған. Сапарға басқа мемлекетке шыққанда ораза қалай болады екен? Ықтиярыңызда болады. Махрамсыз умраға баруға бола ма? Дұрыс емес. Пломба салдыртып семдетуге бола ма? Болады. Аға, кешке прямойға шықпадыңыз ғой, күтіп прямойға шықтық қой. 9:30-ға ауысты. Жібек жолы арнасындағы хабарым 9:30-ға ауысты. 9:30-ға көрсеңіздер болады. Кеше өтті. YouTube желісіне салынды. Дәрет алып жатқан кезде байқаусызда су жұтса ораза бұзыла ма? Бұзылады. Дәрет алып жатсыз, ораза екеніңізді білесіз, байқаусызда жұттыңыз, ораза бұзылады, күніне күн қаза боласыз. Бір күнге. Яғни бұл жерде штраф болмайды. Осы жерде бір мәселе. Ораза ашылғаннан кейін, мысалы байқаусызда су ішіп қойдыңыз. Яғни дәрет алып жатқанда суды қаттырақ алып едіңіз, мұрынға немесе аузыңыздан су өтіп кетті. Сол күнгі ораза бұзылды. Енді осы жерде бір мәселе бар. Ең нәзік нәрсесі. Ораза бұзылды деп ары қарай тамақ ше бермеңіз. Бұзылды ғой енді. Немесе әйел кісілердің етектері келіп қалды. Енді келіп қалса, бұл жақсы болды деп ауызға тамақтыға бермеңіз. Яғни ораза сияқты сол күнді аяқтаңыз. Аллергетик едім. Мұрныма дәрі себем, ораза бұзылады ма? Егер сіздің сепкен дәріңіз, спрейіңіз мұрыннан тамған күйде танаудан өтіп, тамаққа жетіп, тамшы болып, аэрозоль болса, тамшы болып жиналып, мына жерден өтіп жұтынсаңыз, яки дәмі, иісі біліп, жұтыну ахуалға жеткен кезде ораза бұзылады. Егер басыңызды төмен ұстап сепсеңіз, ол осы мұрынның түбінде қайтса, онда оразаға жұтпайды. Яғни жұтыну болған жоқ деген сөз. Внутримышечный пробный укол во время поста можно получить? Конечно, без проблем. Так и можно и не пробный укол, даже можно полноценную инъекцию получить. Это если это составляет антибиотики, любые препараты, они пост не прерывают. Если это качество витаминов, дополнительной терапии без необходимости, это считается уже, что это прервет ваш пост. Ораза ұстап жүріп, насыбай айтса бола ма? Ораза бұзылады. Бей намаз бен кей намаз туралы айтыңыз. Екеуі де жетісіп тұрған дүние емес. Оны мынау жақсы, мынау жаман, мынау жеңіл, мынау ауыр дейтін дүние емес. Онда мынаны ұстамай-ақ, одан былай жүре берейік деген сияқты сөз қалыптасады. Шаш алсақ ораза бұзыла ма? Жоқ. Шашты алсаң, шашты жалғасаң, ораза бұзылмайды. Шаш жалғау жақсы нәрсе емес, бірақ дипті соны істесеңіз де ораза бұзылмайды. Аға, келесі ай босанатын уақытым еді. Ораза ұстасам бола ма? Балаға зиян ба? Балаға зиян, айналайын, аман есен босаншы өзі. Содан кейін жаның аман болса ұстайсың. Мен жаңа намаз баштадым, дуа қылып қойыңызшы дейді. Құдайым сізге нәсіп етсін. Құдайыма мен шүкір, сізді шол сыратал мүстақим, түз еле жолға Құдайым өзі жақшы көріп келтіріп қойған екен. Bir адамды Құдай жашоуда жақшы көрөбү, жақшы көрбөйдү, қайдан билсек болот деген сұрақ болотчу. Ошол суракка биз көрүп атабыз. Эгер bir адам Құдайын билсе, Құдайым ораза кармады насип кылса, намаз окууду ага насип кылган болсо, ада Құдайымдын мээрими бар экен, Құдайдын түз эле жолго түшпөгөндө Құдайдын хидаяты бар экени чоң эле сүйүнөбүз. Эми кимде ким Құдайдың мейірімі болса, ал адам диннің дұшманы болып, Құдайым жолына еш келе албай кетеді. Ал чоң эле адам болуы мүмкін, қиын эле адам болушу ықтимал, бірақ Құдайым аға
hidoyatты насип етпейді. Ошо менен бүй дүниеден чыгып кетет. Ауыз бекіткеннен кейін тіс пастамен ауызды жууга бола ма? Тісті жуусаңыз оразаңыз бузулмайды, бірақ макрух болып есептелінеді. Сәлеметсіз бе? Ниет етіп қойды, дәрі ішуге ұмытып кетті. Дәріні ішіп қайта ниет етсе болады ма? Уақыты кірмеген болса болады. Уақыты кірмеген болса болады. Таң білінбеген болса, яғни азан таң намазының уақыты кірмеген болса, ораза әлі басталмаған болып есептелінеді. Таң намазы күн шыққанша ұйықтауға болмай ма дейді. Таң намазынан. Енді орысша айтқанда нежелательный деген нәрсе бар. Нежелательный. Енді кітап оқы, не де айтсам болады. Бір ләззетті уақытта. Қазір мен ұйқы туралы айтам. Қазір бір 5-10 минут шыдасаңыз, осы ұйқы туралы айтам. Соның ішінде осы нәрсе болады. Түкірікті жұтса не болады дейді. Түкірікті жұтсаң не айтайын енді, ас болсын енді. Бірақ ораза бұзбайды. Ал енді жинап жұту макрух болады, ол да оразаны бұзбайды. Жақсы емес. Макрух деген әдепсіздік, ыңғайсыздық, бұл да жаңа нежелательный деген сөз. Тарауих намазын дұғасын таң намазын оқу керек па? Түсінбедім. Аға, бастығым айтып жатыр. Намаз оқымасаң, не үшін ораза ұстайсың деп айтып бір түрлі болып қалдым. Бір түрлі бола ештеңе етпейді. Намаз қабыл болады, намаз өз уақытымен, Алла нәсіп етсе келерсіз. Енді оразадан бастағаныңыздың өзі жаман емес, Құдайым сізге намазды да нәсіп етсін. Яғни кейбіреулер қабыл емес деген сынды сөз айтады. Қабыл болсын деген сөздің орнына бізде көбінесе аузымыздан бұл сөз шықпайды. Сондықтан ораза ұстаған адамға қабыл болсын деген сөздерді жиі айтқандарыңыз жақсы болады. Күндіз ауырып құссаң ораза ашыла ма? Адам құсса ораза бұзылады. Тараух нешеде басталады? Әр өңірдің, әр жердің уақытыменен құптан намазың уақытында болады. Можно ли возмещать пропущенные дни сразу после аята? Да, конечно, без проблем нет. Вы знаете, что после аята у нас начинается месяц Шавваль. Во время Шавваля держится дополнительные 6 дней оразы. Если в любом случае, если вы будете держать дополнительный Шавваль, но можете делать намерение, как и за прошедшие дни, это будет засчитываться за ваши пропущенные дни, за каза. Это будет более правильно. Если, когда будете возмещать, также можно отделить Шавваль от пропущенных дней. Но при этом самым наилучшим будет считаться, если вы будете держать пропущенные дни, так как за пропущенные дни во время Рамадана или пропущенное время вы будете спрошены, а за дополнительный пост спрос не будет. За это полагается просто саваб блага Всевышнего Аллаха. Ораза кезінде ауызды освежающий ополаскиватель шайса болады ма? Күн бойы жаман иіс шықпау үшін. Дұрыс емес. Ораза ұстаған адам аузынан 3-ші күннен бастап иіс шыға бастайды. Егер сол иісті адам жиіркенсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадистерде келеді. Бұл иіс сізге адамдарға ұнамсыз болуы мүмкін. Бірақ жаратқанға және періштелерге бұл жағымды иіс деп айтады. Яғни сіз сол иісті өзіңізді тазалау арқылы пенденің тазаланып жатқандығын көрсететін жаратқанға жаққан амалдың бірі. Егер сіз соны освежительмен, басқа нәрселермен жапсаңыз, бұл нәрсеге қарсылық танытқаныңыз болады. Бірінші жағдайда. Екінші жағдайда, сол иіс ол ауыздан шықпайды, ол асқазаннан келіп шығады. Сен аузыңды қанша полоскать етсең де, ол ар жақтан демалған кезде деммен бірге шығып тұрады. Егер совсем сасық болсаң, онда маска киіп алыңыз, ең дұрысы сол. Яки өзіңізді кішкене алысырақ тұрып сөйлесіз. Бірақ біліңіз, бұл Аллаға жаққан иіс екенін біліңіз. Айтыңызшы, ауыз бекітіп жүргенде күндіз моншаға түсуге бола ма? Монша ләззат алу үшін түсетін істер болып табылады. Бұл ләззат істер болып табылады. Яғни ләззат алу үшін істелінген нәрселер дінімізде макрух саналады ораза кезінде. Егер жуыну қажеттілік болатын болса, моншаға барасыз, сіздің үйіңізде душ жоқ, тек қана монша бар. Моншаға